Капитан Александр Маслов басқарған ДБ-3F ұшағы экипажының құрамында Алматы облысы Іле ауданының тумасы атқыш радист Бақты Ораз Бейсекбаевта болды. 1941 жылдың 26 маусымында ұшақ экипажы аты аңызға айналған капитан Гастелломен бірге жауынгерлік ұшу сапарына қатысады. Жаудың танк колонналарына шүйілген ұшақтар тобының алдыңғы қатарында Масловтың экипажы да болды. Атқыш Бақты Ораз бар экипаж түгелдей опат болса да, бұрын соңды құлақ естіп, көз көрмеген ерлік жасаған еді. Масловтың экипажы Гастеллоның жасаған ерлігіндей өзінің отқа жанған ұшағын немістің зениттік артиллериясына қарай бағыттап, осылайша отты таран жасады. Бұл көптеген әскери ұшқыштар кейіннен бірнеше рет қайталаған алғашқы таран еді. Алайда 20 ғасырдың 90 жылдарына дейін капитан Масловтың экипажы үсті-үсті жоғалып кетті деген тұжырымдама бойынша отанға сатқындық жасаған деп саналды. Тек кеңес одағы тараған соң экипаж мүшелеріне қайтыс болғаннан кейін Ресей батырлары деген атақ берілді. Ал 1998 жылдың 7 мамырында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Бақты Ораз Бейсекбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Бейсекбаевпен мақтанамыз. Бейсекбаев келер ұрпаққа біздің, одан қазіргі ұрпаққа ол үлкен мақтаныш. Бейсекбаевты біздің ұрпақ мәңгілік білу керек. Ешқашанда ұмытпауы керек. 2 жылы номер 2 Бақанас орта мектебіне Бейсекбаев аты берді. Сол аты берілген кезде ескерткіштің ашылу салтанаты болды. Және мектепте Бейсекбаевтың аты берілген кезінде үлкен жиын болды. Ол жиында қоғам қайраткерлері, батыр жолы, бауыр жолы экспедициясының мүшелері, туған туыстары, аудан жұртшылығы көптеп қатысты. Мектеп арнайы бұрыш ұйымдастырып, ол бұрышта көптеген құжаттар жиналды. Ол құжаттарда Бақты Ораз Бейсекбаевтың біздің жерлесіміз екенін дәлелдейтін көп деректер болды. Ресей батыры, Қазақстанның халық қаһарманы Бақты Ораз Бейсекбаевтың есімі ешқашанда ұмытылмайды. Мектеп ұжымы әр кезде осы есімге лайықты болып жұмыс атқарып келе жатыр. Құрметті аудан тұрғындары, сіздерді Ұлы Отан соғысы жеңісі күнінің 75 жылдығымен құттықтаймын. Құрметті Бейсекбаев атындағы мектеп ұжымы, сіздерді Бейсекбаевтың 100 жылдығымен және 20 жыл мектеп атына берілген атағымен құттықтаймын. Сіздерге толағай табыс тілеймін. Дендеріңізге саулық тілеймін, амандық тілеймін. Тербетеді даланы жеңіс күні. Құрметті соғыс ардагерлері, қымбатты Балқаш ауданы тұрғындары, сіздерді қасиетті де ұлы мереке жеңістің 75 жылдық мерейтойымен Ресей батыры, халық қаһарманы Бақты Ораз Бейсекбаев атындағы мектеп гимназиясының ұжымының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын жеңіс күні, ағай. Көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата-бабам қан берісіп шайқасқан, ата-бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз. Жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер, ағаларға мың алғыс. Мен Ақажанова Күлғайша, Бақты Ораз Бейсекбаев атындағы мектеп гимназиясында еңбек етемін. Баршаңызды мектеп ұстаздары және ардагер ұстаздар атынан айтулы мереке, ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Жеңіс халқымыздың қажымас қайраты мен батыр бабаларымыздың ерлігі мен еңбегінің арқасында келді. Отан үшін оққа кеудесін тосқан әкелеріміздің ерлігін ұмытпау, бүгінгі бейбіт өмірді ұрпаққа аманат ету біздің перзенттік парызымыз. Содан болар ұлы жеңіс күні майданда қаза тапқан боздақтарды еске алып, жеңіс туын желбіреткен ардагерлерді ардақтаймыз.
Балқаштық Қос батыр Бақтыораз Бейсекбаев пен Мұсабек Сеңгірбаевтың соғыстың алғашқы күндерінде жасаған өшпес ерліктері ел жадында мәңгілікке сақтаулы. Биыл Бақтыораз Бейсекбаевтың туғанына 100 жыл. Мектепке Бақтыораз Бейсекбаевтың есімі берілгеніне 20 жыл. Сондай-ақ 7 мамыр қарулы күштеріміздің құрылған күні. Құрметті қос мереке иегерлері, сіздерді ұлы жеңіс және 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай. Бақтыоразым, әнімен беке берік. Сен ойласам санамнан кете дерек. Ұстасам да тастайым өзімді өзім. Көңіл болсам, бар денем кете дерек. Көз алдымда елестеп үні тұрар. Аға деген немісте үні тұрар. Басы үшін бауырға құшақ жай. Саған деген ағаны тілі құмар. Жарқыраған жұлдызы көгімдегі. Арманымен тосылмас көңілдегі. Асыл туған бекзатен тегімдегі. Болайтын ем аққуға көлімдегі. Бақтыораз-ау, мен дайым сен іздедім. Аңсаймын мен жүректі негіздемін. Шерлі кеуде өгіліп ділмедім. Сағынышын табалмай негізгемін. Әйгіленіп, қаһарман алашелі. Жат жадымнан қуанды балқашелі. Ерлік өшпес елгаян деген осы. Шын асылды тұтпенген шалмас тегі. Қаһарманын ел қорған, ер жүректі. Ерлік туын майдандай желбіретті. Кіші сержант Бақтыораз батырлығы. Туған жердің жүрегін ел желетті. Жарты ғасыр жатсам да жұмбақ болып. Асқақтады абырой шынбақ қонып. Мәңгі өшірмей даңқынды ардақта бер. Баһадүр деп жүрегі шынбақ көріп. Батыры бар елім-о, қуаныңдар. Алтын жұлдыз нұр шашқан шуағы бал. Елің жерін қорғайтын батырлардай, аруақты тұраңның ұланы бар. Қайт оралды арамызға аға. Кең даланы дүбірге бөлеп, талай тұлпарлар өткен, батырлар мен бағландар туған, Балқаш ауданында дүниеге келген Бақтыораз Бейсекбаев Ұлы Отан соғысының басталғанына небәрі 4 күн ғана болғанда, жаудың артиллериясы шоғырланған, жанар-жағар майы сақталған жерге жанған ұшағымен құлап, өшпес ерлік жасаған. Бұл фашист басқыншыларына жасалған тұңғыш ерлік. Бірақ батырдың ерлік істері көп жылдар айтылмай келді. Әйтсе де алмас қылыш қын түбінде жатпайтыны анық екен. Тәуелсіздік жылдарында Бақтыораз Бейсекбаевқа Ресей батыры, Қазақстанның халық қаһарманы атақтары берілді. Балқаш ауданының Жидел ауылында дүниеге келіп, қан майданда ерлікпенен қаза тапқан батырдың ерлігі елге ұран ұрпаққа жыран деп ұлы далаға жайылды. Батыр атамыздың ерлік істерін кейінгі ұрпаққа насихаттау мақсатында әр жылдары айтулы шаралар атқарылуда. Мен өзім де осы Бақтыораз Бейсекбаев атындағы орта мектеп гимназиясында ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болдым. Мектеп кәсіподақ ұйымының төрайымы лауазымына сайландым. Директордың оқушысының орынбасары, мектеп директоры болып қызмет атқардым. Сол шақтардың бәрінде де батыр атамыздың ерлікке толы істерінің жарқын көрінісі ретінде арнайы бұрыш ұйымдастырдық. Батыр атындағы мектепте білім сапасы жоғары болуын мақсат тұтып, үнемі алдыңғы қатардан көрініп жүрді. Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Ұлы Отан соғысында қар жастан мұз төсенген аталарымыздың ерлігі ұрпаққа үлгі. Оларды құрмет тұту бізден кейінгі барлық бұндағы ұрпақтың қасиетті борышы. Жеңіс, жеңіс, әнге айналып барады. Қасиетті күні адалдықпен еліне деген жан қиярлықтың үлгісін көрсеткен қаһармандардың рухы алдында бас иіп тағзым етеміз. Уақыт өз дегенін жасайды. Жыл өткен сайын бізге ұлы жеңісті сыйлаған ардагерлеріміз бен тыл жұмыстарында аянбай тер төккен жандардың қатары сиреп барады. Сондықтан ұлы жеңістің ардагерлері, майдангерлерімізді сыйлап, құрметтеу, оларға қамқорлық жасау басты борышымыз. Жеңіс күні тербетеді даланы.
Біз мектепте оқып жүргенімізде соғыстың алғашқы 5-ші күні өзінің отқа оранған ұшағын жау танкісінің легіне құлатқан Гастеллоның ерлігін көкірегімізге түйіп жүрдік. Тек жарты ғасыр өткеннен кейін бұл ерлікті жасаған Гастелло емес, біздің жерлесіміз Ресей батыры, халық қаһарманы Бақтыораз Бейсекбаев атамыз екені мәлім болды. Құрметті Балқаш ауданының тұрғындары, құрметті мектеп оқушылары, ұжым мүшелері, сіздерді жеңістің 75 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл мектебімізге батыр есімінің берілгеніне 20 жыл. Осы мерейтоймен сіздерді тағы да құттықтай отырып, болашақта керемет мықты дарынды шәкірттерді тәрбиелеу берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Я ученик второго класса Кабдул Ярасыл школы гимназии имени Бақтыораз Бейсекбаева. Поздравляю с Днем Победы! 9 мая – это великий праздник. Именно в этот день наши бабушки и дедушки одержали победу над фашистами. Ветеранам пожелать добра и, конечно, искренне здоровья и в душе весеннего тепла, чтобы жили радостно с любовью. И немного пусть осталось вас. Ваша слава незабвенной будет. Вы всегда останетесь для нас лучшие, достойнейшие люди. Я хочу, чтобы на нашей планете никогда не печалили дети, чтоб не плакал никто, не болел, только хор наш ребячий звенел, чтоб навек сердцами сроднились, чтобы все доброте научились, чтобы забыла планета Земля, что такое вражда и война. Қос мереке, қос қуаныш. Ұлы жеңіске 75 жыл. Ресей батыры, халық қаһарманы Бақтыораз Бейсекбаевтың туғанына 100 жыл. Мектебімізге батыр атаның есімі берілгеніне 20 жыл. Осы жылдар аясында қаншама өзгерістер, қуаныштар орын алды. Әр күннің өз жаңалығы бар. Өткен күннің басты жаңалығы 1981 жылы еліміздің біртуар перзенті, ұлы тұлға Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың мектебіміздің салтанатты ашылу лентасын қиюы болса, бүгінгі күннің басты жаңалығы батыр атаның 100 жылдық мерейтойына үлкен сый мектебіміздің мектеп гимназиясы статусын алуы. Жеңіс күні тарих төрінен орын алатын үлкен мереке. Жыл өткен сайын соғыс ардагерлерінің саны азайғанмен, олардың ерлігі мен отанын сүюге, қорғауға, өз елін, жерін қастерлейтін азамат тәрбиелеудегі ұлағатты ұстаздардың еңбегі арқылы бүгінгі ұрпақ санасында мәңгі қалмақ. Ардақты ардагерлер, тыл еңбеккерлері, қымбатты аудан тұрғындары, құрметті ұжым мүшелері, оқушылар. Сіздерді бүкіл адамзат қауымына аса қымбат мереке 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлы жеңіс күні сіздерге зор денсаулық, балаларыңыз бен немерелеріңізге жарқын болашақ, еліміз бен жерімізге бейбіт өмір тілеймін. Тербетеді даланы жеңіс күні, нұрландырған сананы.
шыраған дауысы естілмесін. Айбынды азаматтарымыз аман болсын. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек. Қадірлі соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, қазақстандықтар, сіздерді ұлы жеңіс мерекесімен құттықтай отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бейбіт өмір, отбасыларыңызға бақ береке тілейміз. Жеңіс күні алыс арман оттары, күл астында жатты жайлап шоқтары. Өртенді жол шыдап баққан талайға, осы күнді жақындатты талайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан болы қуаныш, шаша қарған сынақтан болы қуаныш, шаттандырып жылатқан. Жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні. Мартин қарап тұрмады, отанымыз көзін бір сәт жұмбады. Күні түні өлім деген жоқ ойда, осы күнді жақындатты қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан болы қуаныш, шаша қарған сынақтан болы қуаныш, шаттандырып жылатқан. Жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні. Аслана оралмадық бәріміз, көк шалғында сайрандармыз әлі біз. Европаны шарлап шығып көп айда, осы күнді жақындатты талайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан болы қуаныш, шаша қарған сынақтан болы қуаныш, шаттандырып жылатқан. Барша халық жеңіс күнін тойлайды, жас сәбилер думандасып ойнайды, ардагерлер көздерінен жас алып, ұрпақтардың амандығын ойлайды. Жеңіс күні құтты болсын.